Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оп-оңай балаларымыздың сүйікті тағамдарының бірі панкейкиді әзірлейтін боламыз. 2 жұмыртқа ғана кетеді, құрамына 2 тарелка панкейкилар шығады. Кез келген вареньемен, джеммен, осылай сгущенкамен ұсынсаңыздар болады. Жасалуы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар және арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі 2 жұмыртқаны алдын ала холодильниктен шығарып қоямыз. Салқын болмағаны дұрыс. Ыдысымызға салып аламыз. Үстіне 3 ас қасықтың көмегімен қантымызды салып, қантымыз ерігенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз толықтай еруі қажет. Енді осы аралықта айранымызды ас содасын саламыз және тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Айранда бөлме температурасында болғаны дұрыс. Бізде реакция жүріп осылай 2 есе ұлғаяды. Енді осы массамызды жұмыртқаның үстіне құйып алып, тағы да жақсылап араластырып, осылай сұйық қылып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткіземіз, немесе осылай електен өткізіп алыңыздар. Сол кезде панкейкилеріңіз биік болып шығатын болады. Жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай іртік қалмауы қажет. Араластырып болғаннан кейін ең соңынан осылай сұйық майымызды құямыз. 2 ас қасықтың көмегімен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қараңыздар, бізде осындай сұйықтық пайда болады. Енді осы сұйықтықты тавамызды алдын ала қыздырып қойып, екі шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде баяу отта пісіреміз. Отты қатты қылып қоймаңыздар, сырты күйіп, арасы піспей қалады. Орташа отта немесе баяу отта осылай пісіріп аламыз. Келесі бетіне аударып, тесік-тесік болған кезде келесі бетіне аударып, дәл осылай панкейкиларымызды пісіріп аламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Алда уақытта көптеген банка жабудың түрлерін де ұсынатын боламын. Қараңыздар, біздің панкейкилерімізді дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. 2 жұмыртқадан осындай 2 тарелка панкейкилар шығады. Өте дәмді, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер, балаларыңызға қатты ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де жасап көрсеңіздер, қалай шыққанын комментария бөліміне қалдырсаңыздар да болады. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Көп рахмет.